Tepteriler, tünkeriler, gelip jörü qalağa, бойжеткендер мен серілердің күнделіктерінде толған үштіктер мен екіліктер. Қалай дайынсыздар ма экзаменге? Мен шешетін нәрсе бар шешіледі деп тұрмыз. Ал мен отчет айта аламын ба? Сезім ғой. Өзің түні ой дайындау мен өтіп үйретім. Қалай ойлайсыңдар? Кейін деп ойлайсыңдар ма? Кейін болады деп ойлайсыңдар ма? Ал студенттер, бүгінгі экзамен қош келдіңдер. Сендерге экзамен шарттарын, талаптарын айтқан болатын. Қазір бір-бірден келіп, мына жерде тұрған билеттерді таңдайтын боласыңдар. Әділжан келіп таңдай бер. Ал студенттер, дайын болсақ бастайық. Серікбаев, бастайық. Тампонаждау деген не? Жалпы тампонаждау бұл яғни сулы және газды пайдалы қазбаларды бұрғылау кезінде қабаттардағы өнімдерді оқшаулау процесін тампонаждау деп атаймыз. Жақсы, дұрыс. Екінші сұрақ. Дұрыс тампонаждау кезінде қандай апаттар орын алады? Жалпы көбінесе дұрыс тампонаждау кезінде яғни жұмсақ жыныстық қабаттардың қопарылуы апат орын алып жатады. Жақсы, Әділжан, бүгінгі экзаменге қалай дайындалған көрініп тұр. Экзамен өттің, жақсы шыға берсең болады. Жақсы, рахмет. Жақсы, Ильяс, бүгінгі экзамен өттің, бос. Ойыстық жүктемені 30 килоньютонға арттыр. Кеше ғана болып өткен бұрғылау жұмыстары кезіндегі апаттан 2 адам ауыр жарақат алып, бұрғылаушы компания үлкен шығынға ұшырады. Мамандардың айтуынша, апаттың басты себебі жұмысшының жауапсыздығы, салғырттығынан болса керек. Қазірде бұрғылау жұмысы тоқтатылып, жұмысшыларды қайтару бойынша іс-шаралар жүргізіліп жатыр. Бұл не болған? Бізде бұндай сыбайлас жемқорлыққа мүлде орын жоқ. Болсын емтихан қабылдамайды. Келесі, Бақытжан. Бірінші сұрақ, компрессор не үшін керек? Компрессор олар Жақсы, Асылжан, саған берілген уақыт аяқталды. Не үшін бүгінгі сабаққа экзаменге дайындықсыз екенсіз? Мұғалім келесі емтиханда тапсыруға рұқсат па? Рұқсат па? Сенің бұрынғы бағаларының сабаққа қалай қатысқандығына ескере отырсақ, соңғы және бір мүмкіндік беруге болады. Сен оған жақсылап дайындап келеді деген үміттемін. Жақсы, келесі жұма қайттан келіп тапсырасың. Жақсы мұғалім. Қош келдің, Асылжан. Сен бүгінгі емтиханға
дұрыс дайындалып келді деген сенімдемін. Ал енді емтихан бастасақ, бірінші сұрақ, жалпы перфораторлар не үшін қажет? Жалпы перфораторлар олар қатты жер жыныстарын талқандау үшін, яғни Бүгінгі дайындығын өте керемет деңгейде дайындалыпсың. Осылай дайындалып, тағы да басқа экзамендер осылай дайындалып келеді деген сенімдемін. Бүгін боссың, бара берсең болады. жақсы мұғалім, рахмет.